Семей көлік колледжінің алғашқы әскери және технологиялық дайындық оқытушы ұйымдастырушысы запастағы капитан Жұмашұлы Мұқсұтқан. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы автоматты бөлектеу және жинақтау. Сабағымыздың мақсаты автоматты бөлектеу және жинақтау толық емес екенін жетілдіру болып есептелінеді. Енді автоматты толық емес бөлшектеу ол тазалау, майлау және тексеру үшін жүргізіледі. Автоматты толық бөлшектеу жаңбыр мен қар астында қалғанда немесе жөндеу кезінде автоматты қатты ластанудан тазалау үшін жүргізіледі. Автоматты толық емес бөлшектеу үстел үстінде немесе таза төтеніш жайылып жүргізіледі. Бөлшектер мен механизмдер бөліктенген ретімен қойылады. Автоматты жинақтау кезінде оның бөлімдеріндегі нөмірлерді салыстыру керек. Әр автоматтың оңғы қорабындағы нөмірі газ құбырындағы бекітпе ертеңдігі бекітпедегі оңғы қорабының қақпағы және басқа бөліктер нөмірге сәйкес келуі керек. Автоматты бөлектеу және жинақтау аса сақтықпен ғана жүргізіледі. Неге аса сақтықпен ғана жүргізіледі? Өйткені автомат ол темірден, сондықтан біз автоматты аса сақтықпен жүргізіледі деп айтамыз. Ал енді автоматты толық емес бөлшектейтін болсақ, оқжатарды бөлектейміз бірінші, сонан кейін жабдықтар мен пеналын дүмиясынан шығарып аламыз, келесі сүмбіні аламыз, содан кейін автоматты оңғылық тежеуіш компенсаторын әлеуметтен жалын сөндірушін бөліп аламыз. Келесі оңғы қорабының қақпақшасын бөліктеп аламыз. Келесі қайтармалы механизмді бөліп аламыз. Бекітпемен қоса бекітпе жақтауын аламыз. Бекітпені бекітпе жақтауынан аламыз. Оңғылық бастырмасы мен газ түтігін босатып аламыз. Міне осының бәрі бізде толық емес бөлшектеу болып есептеледі. Оқжаттарды бөлшектеу үшін міне суретте көрсетілген автоматты сол қолменен ұстаймыз. Міне сол қолменен ұстап тұрып, дүмнің маңдайшасынан не құндағынан ұстап, оң қолмен оқжаттарға орай ұстайды. Бас бармақпенен бекітпенен қосып, оқжаттардың төменгі жағын ілгері ұсындырып, оны бөлектеп алады. Міне бөлектеп алды. Келесі, оқтың бар жоғын тексереміз. Бұл үшін ауыстырғыш, міне қараңыздар, мұна ауыстырғыш болып есептеледі. Ауыстырғыш деген сақтандырғыш деген сөз. Ауыстырғышты төмен түсіріп, оны авы немесе оды жағдайына қойып, бекітпе жақтауының тұтқасын кейін жылжытылады да, оқты тексеріп, бекіткіш жақтауын жіберіп, шүріппені ұрыстық қайырылудан босатады. Міне қайырылудан босатты. Келесі, жабдықтар мен пеналын дүмиясынан шығарып алу керек. Ол үшін қалай аламыз? Оң қолменен, міне қараңыздар, оң қолдың сұқ саусағымен дүмиясынан қақпағын пенал серіппенің әсерімен ұядан шығаратындай етіп босатады. Міне қараңыздар, шығаратындай етіп босатып жатыр. Пеналды ашып, одан сүрткіш, тазалағыш, бұрауышты, қаққышты шығарып алу керек. Енді міне суретке қараңыздар, автоматтан оңғылық тежеуіш компенсаторын пулеметтен жалын сөндірушін бөліп алу. Міне бұл жалын сөндіруші бөліп алу. Енді бұны қалай бөліп аламыз? Бөліп алу үшін бұрғышпен оңғылық тежеуіш компенсаторының ормақтырғыш батырылады. Оңғылық тежеуіш компенсаторын қарауыл кезіндегі бұрандалы дөңестен сағат тіліне қарсы бағытта
бұрылып шығарылады. Оңғылық тежеуіш компенсатор тым қатты бұралған жағдайда оңғылық тежеуіш компенсаторын әйнегіне қойылған сүмбінің көмегімен бұрап алуға болады. Міне бұрап алып тұр. Келесі сүмбіні алу үшін сүмбінің міне бұрал сүмбіні алу үшін ұшын оның басы қарауылдың негізіндегі тіректен шығаратындай етіп оңғыны тартып сүмбіні жоғары суырып алады. Не? Суырып алған. Келесі оңғы қорапшасының қақпағын бөлектеу. Қараңыздар, міне суретте көрсетілген қалай бөлектеп алу керек дейді. Сол қолменен, міне сол қолменен ұстап көрдіңіздер ме? Сол қолменен дүмнің мойнынан қамти ұстап, оң қолдың бас бармағымен қайтармалы механизмнің бағыттауыш өзегінің дөнесін басады. Оң қолмен оңғы қорабы қақпағының артқы бөлігін жоғары көтеріп, қақпақшасын алады. Міне қақпақшасын алып тұр. Келесі, қайтармалы механизмді бөліп алу. Міне қараңыздар, суретте көрсетілген қалай бөліп алу керек екен. Автоматты дүмнің мойнынан ұстап, сол қолмен ұстап тұрып, оң қолмен қайтармалы механизмін бағыттауыш өзегін, оның өкшесі, оңғы қорабының бойлы ойығын қақпағын ілгері қарай мұстырады. Бекітпемен қоса бекітпе жақтауын алу. Міне, көріп тұрсыздар, бекітпе жақтауын алып жатыр. Енді келесі бекітпені, жаңағы бекітпеден бекітпе жақтауына бекітпені алу. Суретте көрсетілген. Келесі оңғы басқармасын газ түтігін босатып алу. Міне, сол қолменен ұстаймыздар, құндақтан ұстаймыздар, оң қолменен газ түтігін бөлектеп аламыз. Шүріппені көтереміз ол үшін алу үшін. Келесі, осы біздің толық емес бөлшектеу. Ал енді бүгінгі сабағымызды автоматты бөлектеу және жинақтау практика жүзінде сіздерге көрсетемін. Жаңа айтқандай, сол қолменен автоматты құндағынан ұстаймыз да, бірінші оқжатарды бөлектеп аламыз. Келесі, сақтандырғышты төмен түсіреміз де, бекітпе жақтауын төмен қарай тартамыз да, атамыз 45 градусқа автоматты көтереміз. Атамызда дүм ұясынан пенал жабдықтарын аламыз. Келесі, тежеуіш компенсаторын аламыз. Сонан кейін сүмбіні бөлектеп аламыз. Сол қолменен дүмді мойнынан ұстаймыз да, оңғы қорабының қақпақшасын аламыз. Келесі, қайтармалы механизмін аламыз. Бекітпе жақтауын бекітпенімен бірге бөлектеп аламыз. Бекітпе жақтауынан бекітпені бөлектеп аламыз. Жалаушаны сол қолымызбенен, саусағымызбенен оң қолын көтеремізді, газ түтігін бөлектеп аламыз. Міне жартылай бөлектеу болып есептелінеді. Жаңа мен сіздерге теорияда көрсеткендей, соның қайтадан құрап жинауын практика жүзінде сіздерге көрсетемін. Келесі, сол қолменен дүмбіден ұстаймыз да, газ түтігін саламыз. Жалаушаны көтереміз. Келесі, оң қолға бекітпе жақтауын аламыз да, бекітпені бекітпе жақтауына саламыз. Келесі, қайтармалы механизмді бекітпе жақтауын орнатамыз, саламыз. Келесі, оңғы қорабының қақпақшасын саламыз. Реті-ретіменен болу керек. Автоматты көтереміз де, атамыз 45 градусқа көтеріп, сақтандырғышты жабамыз да, сүмбіні саламыз. Сүмбі. Тежеуіш компенсаторын саламыз. Келесі, автоматты көтеремізде пенал жабдықтарын орнына саламыз. Келесі, соңғы оқжатарды саламыз. Міне жартылай бөлшектеу және жинақтау болып есептелінеді. Бүгінгі сабағымызда біздің үйренгеніміз теория жүзінде мен сіздерге көрсеттім автоматты жартылай бөлектеу және жинақтау. Содан кейін мен сіздерге практика жүзінде сабақты көрсеттім сіздерге. Бүгін сабақта не үйрендік? Автоматты бұзу, жартылай бөлшектеу және жинақтау. Және де автомат
экиге бөлүнөйт, бөлшектөө толук жана толук эмес болуп. Сону бүгүнкү сабакта сиздерге үйрөттүм. Бүгүнкү сабагымдын максатына жеттик деп ойлойм.